сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube сүйер көрермендер. Бүгін біз каналымызда қазақ еліне танымал қазақ актері Азамат Сатыбалды туралы ақпарат беретін боламын. Ақпаратты тыңдамас бұрын каналыма тіркеліп өтсеңіздер. Азамат Сатыбалды Сұрапбаев 1977 жылы Жамбыл облысы Рысқұлов ауданында дүниеге келген. Көп балалы отбасында туған, үйдегі 9 баланың кенжесі. 1997 жылы Жүргенов атындағы өнер академиясына оқуға қабылданды. 2000 жылы дипломдық жұмысын қорғауға Қостанай облыстық драма театрына жіберілді. 2001 жылы дипломын алып, Қазақтың мемлекеттік Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрына жұмысқа орналасты. 2022 жылдың 14 ақпанынан бастап Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ректоры. Фильмографиясы: 2001-2003 жылдары Қара шегіртке фильмінде Ерлан рөлінде сомдады. 2008 жылы Бақсы, ода эпизодтық рөл сомдады. 2009 жылы Ағайынды, 2010 жылы Жерұйық, 2011 жылы Дәрігер Ахметова, мұнда Ринат рөлін сомдады. 2011 жылы Қарашық жүрек 2, мұнда продюсер. 2012 жылы Сыныптастар Дәулет Егоров рөлі. 2013 жылы 2 киноға түсті. Парыз, одан Нартай рөл болса, сонымен бірге Біркем дүние фильмі. 2014 жылы Қара шаңырақта Әлішер рөлін сомдады. Абайлаңыз сиыр 2014 жылы шықты. 2015 жылы Рекетир 2, мұнда Қасымның рөлін сомдады. 2016 жылы Үйге апарар жол. Сонымен қатар Жұлдыздар тоғысқанда Ерлан рөлін сомдады. 2017 жылы Барлығы сен үшін Асқар рөлі. 2019 жылы Армандастар фильмінде Талғат рөлі, Томирис фильмінде Кавказ рөлін сомдады. 2020 жылы Полигонда Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлін сомдаған болатын. 2022 жылы Мұқағали бір ғасырдан емеспін Мұқағали Мақатаевтың рөлін сомдады. 2022 жылы Мағжан мен жастарға сенемін, мұнда Вечурин рөлін сомдады. Марапаттарына келетін болсақ, 2002 жылы Қазақстан Жастар одағы серпер жастар сыйлығының лауреаты атанды. 2014 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері деген құрмет атағы берілді. 2016 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл медалімен марапатталды. Ал отбасына келетін болсақ, әйелі актриса Дарын мемлекеттік сыйлығының иегері Назгүл Қарабалина. Сонымен қатар екеуінің бір ұлы бар.